Бірінші дәріс жіктік жалғау және нөлдік тұлға. Қарастырылатын мәселелер: жіктік жалғаудың жақ көрсеткіш екендігі, жіктік жалғаулардың предикаттық мәні, есім сөздер мен етістіктердің жіктелу ерекшеліктері, сөзге жалғаулардың жалғану реті, нөлдік тұлға жалғаулардың нөлдік тұлғада қолданылуы. Жалпы жіктік жалғау деп нені айтамыз дегенде, бастауыш пен баяндаушты жақ жағынан қиыстыра байланыстыратын баяндаушыға тән жалғау деген секілді анықтама беріледі. Жалпы алғанда жіктік жалғау негізгі қимыл іс-әрекетті оны іске асырушымен байланыстырып, сол арқылы мағыналық жағынан қимылдың кім арқылы, қай жақ арқылы жүзеге асыратынын білдіретін жалғау. Түркологиялық еңбектерде жіктік жалғауды баяндауыштық жалғау, баяндауыштың қосымшасы деген сияқты анықтамалар беріледі. Мысалға, Дмитриевтің зерттеуінде бұл жіктік жалғауды морфологиялық категория деп санағанымен өзінің мән жағынан баяндауыштық категория, яғни жіктеу таза синтакстік қызмет атқарады деген секілді пікірлер айтылады. Ыбырайым Мамановтың зерттеуінде жіктік жалғау өзінің жалғану сөзіне тек қана жақтық мағына үстейді, яғни предикативтік реңк береді дейді. Ал Ысқақовтың еңбегінде жіктік жалғауды баяндауыштық жалғау, сондықтан ол синтакстік қызмет атқарады деген пікір айтылады. Бұған профессор Исаев келіспей, жалпы алғанда жіктік жалғауды да синтакстік категория емес, морфологиялық категория деп қарастыруымыз керек дейді. Себебі оның баяндауыш болуы, оның категориялық белгісі емес, ол атқаратын қызмет, оның негізгі белгісі жақтық мағына беру. Сөйтіп басқа да категориялар сияқты түрленуге негіз болуы. Сондықтан оны грамматикалық тұрғыдан қарастыру керек деген пікірді айтады. Жалпы жіктік жалғаулары жақ категориясын немесе жіктік деп аталатын категорияны құрауға негіз болады. Себебі басқа категориялар сияқты ол да жаппай етістікті түрлендіруге негіз болатын, өзіне тән мағыналары, формалары бар категория болып саналады. Тілімізде етістіктер мен есім сөздердің жіктелуінде бірқатар ерекшеліктер бар. Жалпы етістіктердің жіктелуінде жіктік жалғау етістіктің түбіріне тікелей жалғанбайды. Яғни, мәселен, мен оқымын, сен оқысың деп айта алмаймыз. Одан кейін міндетті түрде шақтың немесе райдың жұрнақтары тұрады, содан кейін барып жіктеледі етістіктер. Жіктік жалғау тұлғалары біркелкі емес, яғни жіктеудің жүйесінде көптеген ерекшеліктер бар. Қалып етістіктері тікелей жіктеледі, оның да себебі бар. Себебі тарихи тұрғыдан алғанда қалып етістіктері түбір емес, түбір мен қосымшаға ажырайды. Оның құрамында көсемшенің байырғы жұрнағы бар. Адамға байланысты есім сөздер біркелкі жіктеледі. Жіктік жалғаулардың қалыптасуына жіктеу есімдіктері ықпал еткен деген пікір бар. Оны мынадан байқауға болады. Мысалға, мен жұрнағына мен есімдігі, сың сізге, сен, сыз сізге, сіз, мыз мізге, біз, сыңдар сіңдерге, сендер, сыздар сіздерге, сіздер, д-ге тұр етістігі сәйкес келеді. Жалпы шығу тегі жағынан осындай пікір бар. Жіктік жалғауларының жалғану жүйесінде 4 түрлі ерекшелік бар, яғни 4 түрлі жалғанады дейміз, бірақ 5 түрлі жіктеледі. Ол қосымшаларының біркелкі келуіне байланысты. Мәселен, қалып етістіктері, есімше тұлғасы және есім сөздер біркелкі жіктеледі. Мәселен, мен отырмын, мен келгенмін, мен мұғаліммін деген сияқты. Көсемшенің ай тұлғасы біркелкі жіктеледі. Мен барамын, сен барасың, сіз барасыз, ол барады. Бұның алдыңғы бірінші топтан ерекшелігі, бірінші топта үшінші жақтан нөлдік тұлғада қолданылса,
ол отыр, ол жүр деген айеймен келген кезде нөлдік тұлға болмайды. Ол барады, ол барыпты, ашық қолданылады. Жедел өткен шақпен шарттырай біркелкі жіктеледі. Бұл жіктеуді қысқа түрде жіктеу деп атайды. Мысалға, мен бардым, мен барсам. Сен бардың, сен барсаң. Сіз бардыңыз, сіз барсаңыз, ол барды, ол барса. Үшінші жақта нөлдік тұлғада қолданылады. Жалғаулары ма, ың формасында келгендіктен қысқа түрде жіктеу деп аталады. Бұйрық жіктеудің жүйесі басқа ешбір жіктеуге ұқсамайды. Бұл түбір күйінде жіктелген секілді көрінеді, бірақ түбірдің құрамында бұйрықтық мағына болады. Мысалға, мен барайын, сен бар, сіз барыңыз, ол барсын. Көпше түрде біз барайық, сендер барыңдар, сіздер барыңыздар, олар барсын. Яғни жалғаулары басқа ешқандай жалғауға ұқсамайды. Келесі 4 түрлі жалғанады, бірақ 5 түрлі жіктеледі деп айтамыз. Себебі қала орайда жіктеу басқа ешбір формаға, жіктеу жүйесі басқа ешқайсына ұқсамайды, бірақ жалғауы алдыңғы формаларға ұқсайды. Мысалға, менің барғым келеді, ма. Сенің барғың келеді, үшінші формаға ұқсайды. Сіздің барғыңыз келеді, оның барғысы келеді. Барғым, барғысы дегенде жіктеу жалғаулары қысқа түрде жалғанып тұрды. Бірақ басқа жіктеудің ерекшелігі одан кейін көмекші етістік қолданылады міндетті түрде. Демек, жіктеу жалғаулар 4 түрлі жалғанады, 5 түрлі жіктеледі дейтініміз сондықтан. Енді жалғауларға байланысты үлкен бір мәселе қосымшалардың нөлдік тұлғада қолданылуы деген мәселе. Нөлдік тұлға деген не? Нөлдік тұлға дегеніміз қосымшаның қарапайым тілмен айтқанда түсіп қалып қолданылуы. Яғни грамматикалық көрсеткіш болмайды, формасы көрінбей тұрады, бірақ ол жерде сол қосымшаға тән мағына сақталады. Сондай жағдайда яғни қосымшаның түсіп қалуын нөлдік формада тұр деп есептейміз. Мысалға, атамның баласы болма дегенде болмайтын кім? Сен болма. Екінші жақта бұйрық жайда жіктеліп тұрғандықтан бұл жерде жіктеу жалғаудың нөлдік тұлғасы бар. Екінші жақтағы бұйрық жайдағы жіктеу жалғау. Бол дегенде де болатын кім? Сен бол дегенде екінші жақтық мағынаны беріп тұрған қосымшаны нөлдік тұлғада тұр дейміз. Бірінші жағы мен болайын, екінші жақта сен бол. Сіз болыңыз, ол болсын. Ал тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық деген кезде нөлдік тұлға атау септіктің нөлдік тұлғасы. Себебі бұл сөздер сөйлемнің бастауышы болып тұр. Не аздырады? Тамағы тоқтық және жоқтық. Бастауышы болып тұрғандықтан атау септіктің нөлдік тұлғасында тұр дейміз. Аздырар, адам баласын дегенде баяндаушымыз аздырар. Кім, қай жаққа қатысты айтылып тұр? Ол аздырар болғандықтан бұл да жіктеліп тұр. Үшінші жақта нөлдік форма бар деп айтамыз. Жіктеу жалғаудың нөлдік формасы. Адам деген қандай нөлдік формада тұр? Кімнің баласын аздырады? Адамның баласын деген тұрғандықтан бұл жерде ілік септіктің нөлдік тұлғасы деп түсінеміз. Демек, көп түсіріліп қолданылатын жалғаулар, жіктеу жалғаулары, септік жалғаулары. Оның ішінде атау септік, ілік септік, табыс септіктері көп түсіріліп қолданылады. Осыған байланысты зерттеуші ғалымдардың арасында біраз пікірлер, қайшылықтар кездеседі. Атау септік тұлғасы менен түбір тұлғаны бір деп түсінушілік те бар. Мәселен, Суниктің зерттеуінде атаушы сөздердің негізгі түбір күйіндегі тұлғалардың барлығын нөлдік форма деп атаймыз. Егер де осылай түсінетін болсақ, онда түбір менен нөлдік тұлғаның ешқандай айырмашылығы болмаған болар еді. Түбірде түбірге тән грамматикалық мағынадан басқа қосымшаға тән мағына болмайды. Ал енді нөлдік тұлғада тұрса, онда нөлдік тұлғаға, яғни қосымшаға тән категориялық грамматикалық мағына болады.
сол арқылы ажыратуға болады. Жалпы алғанда нөлдік тұлға тек қана жалғауларға ғана қатысты қолданылады. Ал енді басқа жұрнақтарды түсіріп айтсақ, оның беретін мағынасы, қосымшаның мағынасы белгісіз болып қалады. Нөлдік тұлғада қолдану мүмкін емес. Қазақ тілінде қандай нөлдік формалар бар дегенде, бірінші атау септік өзіне тән қосымшасы болмаса да, біз оны нөлдік формада тұр деп есептейміз. Себебі бұл жерде септікке тән мағына бар. Ол субъектілік мағына, яғни қимыл әрекетті кім орындайтындығын көрсету мәні болғандықтан, сөйлемде өзіне тән қызметі болғандықтан, бастауыш қызметті атқаратындықтан оны нөлдік тұлғада тұр деп есептейміз. Тарихи тұрғыдан алғанда атау септіктің де өзіне тән қосымшасы болған. Ілік пен табыс септіктері көп түсіріліп қолданылады. Оның себебін айттық. Себебі ілік септік өзінен кейін тәуелді жалғаудағы сөзді қажет етеді, ал табыс септігі сабақты, етістікті қажет етеді. Тәуелді жалғауы бірлі жарым қолданыста нөлдік тұлғада түсіп қалады. Мәселен, біздің, сіздің, өзіміздің деген үш есімдікпен келсе, тәуелді жалғауын түсіріп айтуымызға болады, және түрлі жырларда, өлең жолдарында ұйқасқа байланысты қалыптасқан тұлғалар бар. Сондай-ақ көп түсірілетін қосымшамыз жікті жалғаудың үшінші жағы. Жікті жалғауды төрт түрлі жалғанады деп айттық. Соның ішінде көсемшенің а, и, п, птен келген тұлғаларында ешқандай нөлдік форма болмайды. Бюрорайдың екінші жағында болады нөлдік тұлға, ал басқа жағдайларда үшінші жақта нөлдік тұлғалар қолданылады. Бұл жерде бюрорайда нөлдік тұлға болады деген кезде, бюрорайда жіктеу ерекшелігін айтуымыз керек. Мәселен, мен барайын, сен бар деген кезде, сен бар екінші жаққа қатысты екендігі түсінікті. Демек, осы жерде бұйрықтық мағына, екінші жақтық мағына, жекешелік мағына, сонымен қатар екінші жаққа тән анайылық мағыналар шықты. Төрт түрлі мағына беріліп тұрғандықтан, бұны нөлдік тұлғада тұр деп есептейміз. Сонымен, жалпы алғанда нөлдік тұлғада қолданылатын жалғаулар жұрнақтар нөлдік тұлғада қолданыла алмайды. Жалғау, бір жалғау түсіп қалған кезде, оны екіншісі арқылы тауып алуға болады. Сондай жағдайда ғана біз қосымшаны түсіріп айта аламыз. Жалпы алғанда осы назарларыңызға